Сәлеметсіздер ме, Массагет.kz сайтының оқырмандары? Бүгінгі дәрісімізде бөлшектерді қысқартуды өтетін боламыз. Бөлшектерді қысқарту дегеніміз бөлшектің алымын да бөлімін де екеуіне де ортақ санға бөлу. Яғни бірден басқа сандарға бөлуді айтамыз. Мысалы, бізге 15 бөлінген 20 саны берілсін. Бөлшек саны берілсін. Оны қысқарту керек болса, мысалға біз 5-ке бөлейік, яғни 15-ті да 5-ке, 20-ны да 5-ке бөлеміз. Алымын да, бөлімін да бірдей санға бөлуді айтамыз дегенбіз. 15-ті 5-ке бөлсек 3, 20-ны 5-ке бөлсек 4. Яғни 20-дан 15 бөлшегін қысқарттық 4-тен 3 бөлшегіне. Сол секілді 12-де 8 бөлшегі берілсе, ол 3-тен 2 бөлшегіне қысқарады. Біз бұл жерде алымында бөлімінде 4 санына бөліп отырмыз. Ал егер 5 бөлінген 6 бөлшегі берілсе, бұл бөлшекті қысқарта алмаймыз. Мысалы, бізге 12-ден 7 бөлшегі берілсін. Осы жерде бізге айтады, бөлімін 60-қа келтіру қажет деген шарт қойылса. Ол кезде не істейміз? 60 санын, мына жерінде бөлімінде 12 тұр ғой, сол 12-ке бөлеміз. 60-ты 12-ке бөлсек 5. Сондықтан 60-қа келтіру үшін біз алымында бөлімінде 5-ке көйтеміз. Алымында 7-ні 5-ке өтсек 35 болады, 12-ні 5-ке өтсек 60 болады. Яғни 12-ден 7 бөлшегін 60-та 35 бөлшегі түрінде де жазсақ болады. Келесі бізге мынандай есеп берілсе, 6-дан 5 бөлшегі және 4-тен 3 бөлшегі. Осы бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру қажет десе. Ондай уақытта не істейміз? Яғни бізде бөлімінде 6 тұр, біреуінде, екіншісінде 4 тұр. Бұл екі санның ортақ бөлгіші бізде 12 саны, мысалы 12-ке келтірсек болады. 12-ке келтіру үшін 6-ны 2-ке көйтсек 12 болады, сондықтан алымында 2-ке көйтеміз. 5-те 2-ке өтсек 10, бөлімде 12. Ал мына жерде 4-ті 3-ке көйтсек 12 болады, сондықтан алымында 3-ке көйтеміз. 3-ті 3-ке 9 болады, алымы 12 болады. Көріп отқандарыңыздай, екеуінде ортақ бөлгішіге келтірдік 12-ке. Ал егер бізге күрделі сан түрінде берілсе, мысалға алайық, 68-де 7 және 44-те 3 бөлшектері берілсе. Бұл жағдайда екеуін ортақ бөлгішке келтіру үшін ең кіші ортақ бөлгішін тауып алайық. Алдыңғы сабақтарда өттік. Бас әріптермен жазамыз. Ең кіші ортақ бөлгіш 68 және 44 санының. Бұларды табу үшін алдымен 68 санын қарапайым көбейткіштерге келтірейік. 68-ді 2-ке бөлеміз 34, оны 2-ке бөлеміз 17, 17 өзіне бөлінеді, сонда 1 қалады. Ал 44 саны 2-ке бөлеміз 22, 12-ке бөлем 11, 11-ді 11-ге бөлеміз 1 қалады. Ең кіші ортақ бөлгіш табу үшін естеріңізде болса, алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Бірінші осы қарапайым көбейткіштердің біреуін көшіріп жазып шығамыз. Мысалға 68-дікін жазайын сол күйінде. Одан соң мына неде жетіспейтіндігін жазамыз. Мысалға бізде 11 жоқ. Сондықтан мына жерге 11-ді көшіріп жазамыз. Енді осы көбейтіндіні орындаймыз. Жауабы бізде 748 болады. Яғни біздің мына екі бөлшектің ең кіші ортақ бөлгіші 748, сондықтан біз мына бөлшектерді 748-ге келтіруіміз қажет. Ол үшін не істейміз? 748 санын 68-ге бөлейік. 74-тің ішінде бір ағырет бар. 6 қалады, үстіндегі 8-ді түсіреміз бір. Яғни 11. Ал 748-ді 44-ке бөлсек, ішінде бір ағырет кездеседі, 0. 308-дің ішінде 7 рет. Сонда жауабы 17 болып тұр.
Бізде басында берілген бөлшек 68 және 3 бөлінген 44 болатын. Яғни мана көрдік, 748-ге келтіру үшін 748-ді 68-ге бөліп едік, 11 шықты. Сондықтан біз бөлшектің алымында, бөлімінде 11-ге көбейтіп шығамыз. Алымы бізде 77-ге тең болады, бөлімі 748-ге. Ал 44-ке бөлген кезде бізде 17 шыққан болатын. Сондықтан бұл бөлшектің алымында, бөлімінде 17-ге көбейтіп шығамыз. Алымында менде 51 болады, бөлімі 748. Көріп отқанымыздай, біз 68-де 7 және 44-те 3 бөлшектерін ортақ бөлімге келтірдік. Яғни ең кіші ортақ бөлімі бұлардың 748. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.